Жол көлік оқиғасы жиілеп кетті. Аймақта 4 айда 121 адам қағу оқиғасы тіркелген. 15 адам оқиға кезінде көз жұмса, 114 түрлі жарақат түрлі деңгейде болған. Десе де қателік тек бір жақты болмайтынын ескерген жөн. Темір тұлпар тізгіндегендерден бөлек жаяу жүргіншілерден де ағаттық кететін жайттар жиі тіркеледі. Бүгін осы тұрғыда ерекше қажеттілігі бар жандарға жол инспекторлары ережелер түсіндірді. Асарда 18 жастан жоғары психоневролық ақаулары бар азаматтар уақытын тиімді өткізеді, дамиды. Орталықта ерекше қажеттілігі бар жандарға түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Себебі көптің арасында сирек жүретін олар кейде көлік сигналын, бағдаршамның түсін ажырата алмай қалатын кездері болады. Өмір қауіпсіздігі үшін алаңдаған жетекшілері шараны арнайы ұйымдастырдық дейді. Қызыл жанған кезде бәріміз тоқтаймыз. Күтеміз бағдаршамда. Екіншісі бұл жерде сары болады. Сары болған кезде дайындаламыз. Ал жасыл жанған кезде өтеміз. Ал өту кезінде автокөліктердің тоқтағанын көз жеткізіп өтулеріңіз керек. Біздің жобада жалпы 18 жастан асқан ерекше қажеттілігі бар балалар қызмет алады. Бұл іс-шараның мақсаты жалпы біздің ерекше қажеттілігі бар балаларымызға жолда жүру ережелерін насихаттау. Бізде балаларымыз көбінесе ортаға шықпайды. Жалпы біздің тек қана центрге біз өзіміз арнайы көлікпен алып келеміз, арнайы көлікпен алып кетеміз. Көбінесе балаларымыз ата-анасымен бірге жүреді. Айта кетерлігі, қызмет көрсетуші тұлғалар да мүмкіндігі шектеулі жандар, немесе отбасында сол санаттағы азаматтарды асыраушылар. Мұны басшылық келушілердің нәзік жанын түсіне білу әркімнің қолынан келмейді дегенмен байланыстырды. Данное мероприятие, данный проект, это благодаря финансированию государства. Это непосредственно управление координации занятости социальных программ. Это отметка не последнее, что о нас, об инвалидах думают. Қазіргі таңда ерекше жандар ортаға бейімделіп, шығармашылықпен айналысуда. Күні бүгінге дейін 10 шақты азамат өз еңбектерімен арнайы шәкіртақыға жеткен. Тіпті осында отбасын құрғандар да бар. Гүлнар Тайжан, Аңсар Тілепберген, Альбина Оспанова, Аймақ.